Соғыс адамдардың тағдырын өзгертеді. Ол адамды қорқынышпен, қайғымен және ауыр таңдау арқылы сынайды. Оқ атылып, адамдардың өмірі күйреп жатқан кезде әркім өзі үшін шешім қабылдауы керек. Ол кім болып қалады? Ар-намысты адам ба, әлде қорқынышқа берілген адам ба? Исмаил соғыстың сұмдығына шыдай алмаған сарбаз. Ол майданнан қашып, туған ауылына жасырын түрде оралады. Енді ол жазадан және адамдардың айыптауынан қорқып, тауларда жасырынып жүреді. Бірақ шындықтан қашып құтылу мүмкін емес. Оның құпиясын білетін жалғыз адам, әйелі Сейде. Ол күйеуін жақсы көреді және оған көмектеседі, алайда оның жүрегі махаббат пен ар-ұжданның арасында қиланады. Бұл уақытта ауыл тұрғындары майдан үшін еңбек етіп жатыр. Әйелдер мен қарттар бар күшін салып жұмыс істейді. Көптеген ер адамдар отан үшін өз өмірлерін құрбан етеді. Сейде болса күн өткен сайын өзіне бір бұрақ қоя береді. Оның күйеуінің өзін ғана құтқарып жүруге хақы бар ма? Басқалар отан үшін жанын беріп жатқанда, оның алдында өміріндегі ең қиын таңдау тұр. Махаббат әлде әділдік? Үнсіздік әлде шындық? Кейде адам өз ар-ұжданымен бетпе-бет келуге мәжбүр болады. Бетпе-бет адамның борышы, батылдығы және адамгершілік таңдауы туралы шығарма. Бұл кітап адамды ойлануға мәжбүр етеді. Қайсысы күшті? Қорқыныш па, әлде ар-намыс па?